Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз Classroom Screen платформасын орыс тілі сабағында қалай қолдану керектігін көреміз. Ең алдымен осылай Google-ға кіріп Classroom Screen деп жазамыз. Бірінші шыққан осы платформаға кіреміз. Мінекей жазылып тұр Classroom Screen деп. Одан кейін бізде попробовать бесплатно басып көрсеңіздер болады. Ондай болмаған жағдайда кәдімгідей регистрация жасап көрсеңіздер болады. Енді бұл платформаның артықшылықтары сабақта қолдануда. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде көп түрлі көрсетілген рандомайзер, рефлексияға арналған, даже таймер бар мұнда. Мінекей, мысалы, просто сағат осылайна жеке скрин тақтаға шығарып қойсаңыз болады. Әртүрлі осылайна түсін, уақытын көріп, өзгертіп, өзіңізге настройкада өзгерте бересіз. Мінекей, мына түсі өзгеріп жатыр. Көріп тұрсыздар ғой. Мына жерде настройкаларды уақытын дұрыстап настройкасын жасай бересіздер. Осыдан кейін енді бізде бұл таймер, мінекей, мысалға кез келген бір орыс тілі сабағында тапсырмаға 3 минут, өзіңізге қанша минут керек, сонша минутты қойып, таймермен оқушылар жұмыс жасауға болады. Бұл өзі уақытта келген кезде звонын өзгертіп, мына жердегі түрлі дауыстарымен тоже редактировать етіп, өзіңізге ыңғайлы етіп істеп алсаңыз болады. Әрі қарай бізге керегі бұл жерде, мына жерде көрсетіп жатырмын, тіпті түсін де өзгертсеңіз болады. Мысалы, маған керек, ол менің задайым 3 минут керек. Мінекей, уже мен таймерді бастым, сабақ уақытында дәл отчет кетіп жатыр. Одан кейін міне рандомайзер. Бұл жерде енді мен оқушылардың атын тістеп жазған жоқпын. Тек осылайна, мысалы, осындай оқушының аты жөні бар. Кезек-кезек теріп шығасыз да, 26 оқушының атын копировать етіп қоя салсаңыз да болады. И вот так мен рандомно біреуін баса саламын. Сабаққа, мысалы, кім шығады, мына тапсырманы кім орындайды деген секілді. Одан кейін бізде бұл жерде тағы тақтаны өзгерте беруіңізге болады. Мысалға, мен бірінші тақтам кетті, екінші тақтаны аштым. Енді мына жерде сіз даже сұрақтарды қойып тест істей берсеңіз болады. А-Б-С вариантта. Мысалға, мынау рефлексияға тоже жақсы. Көріп тұрсыздар ғой, смайликтер. Ал мына true false, яғни правда или неправда деген сияқты. True false әдісін қолдансаңыздар да болады. Тақтаның артындағы обойын да өзгертсеңіздер болады. Түрлі түсті, болмаса өзіңіз жасаған обойыңызды суретіңізді қойсаңыз да болады. Сабақтың жаңағы атмосферасына сай келетін, если орыс тілі сабағы болса, мен артына түрлі жаңағы поэттердің де суретін қойға болады. Мына жерде дауысты, шыныптағы шумды азайту үшін можно істеуге қолдануға болады. Одан кейін бұл жерде мен кез келген тексті жазып қоя беремін. Мінекейіңіз көріп тұрсыздар, Дальше мен басқа тақтай ашып жатырмын. Бұл жерде бізде светофор әдісі, тоже рефлексия қажет дайын тұр. Міне, просто аласыз, копировать етіп, қанша оқушы бар, сонша светофорды қойып шыға аласыз. Бұның пішінін де өзгертуге болады, кішірейтіп, үлкейтіп, өздеріңізге сай ыңғайлы қылып. Міне, көріп тұрсыздар ғой, Мен мысалы, енді на примере көрсеттім. Қызыл, сары, жасыл бәрі жанады бұл жерде. Оқушы түсінсе жасылын басады, түсінбесе қызыл дегенде ғой енді. Мына жерде мысалға сыныпта осындай тыныштық сақтаймыз. Сыныпта осындай сөз алмасы, рефлексия жүру мүмкін. Түрлі стикерлер дайын сабақ уақытына қолдануға болатын. Одан кейін, тағы да мына стикерлердің түр-түрі бар. Өзіңіз тіпті бұл жерде презентация жасауға да болады, осындай стикерлер арқылы. Даже мына жерде камераны қосып, үлкен класста камерамен де можно так провести. Мына мен мында жерде тұрмын. Камераны да қосып қойға болады. Тағы да не бар бізде бұл жерде? Видеоның кез келген интернеттен браузерден алған видеоның ссылкасын қойып аша салсаңыз да болады. QR-кодты мына жерге қоюға болады. QR-кодтың тек ссылкасын қойсаңыз, өзі сізге QR-код өзі шығарып береді деп бұл жерде.